Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен пияз қосылған хаттама нан пісіреміз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Видеоларым сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын үйлеп аламыз. Жылы суымызға біраз қасық тұзымды салып, орташа етіп қамыр үйлейміз. Қамырымды осылай жақсылап үйлеп аламын. Қайта қайтарып отырып үйлейміз осылай. Енді целлофанный пакетімізге салып, жарты сағатқа қалдырамыз. Ішіне салатын пиязымды турап аламын. Осылай ұзынша етіп, сосын 4 бұрыштап турап шығамын. Пиязымды турап алдым, енді бір бөлек ыдысқа алып қоямын. Пиязды осылай майдалап тураған жақсы, өйткені қамырдың арасынан пияз шығып кетпеуі керек. Қамырым пакетте жарты сағаттай тұрды. Енді екіге бөліп аламын. Осылай дөңгелектеп аламыз. Айналдыра отыра. Енді біреуін қазір жаямын, біреуін целлофанный пакетке салып алып қоямын. Ұнымызды сеуіп, шет-шетін ғана басып, жайлап жұқартып отырып жаямыз. Жаюға ыңғайлы болу үшін бірінші қамырымды осылай жұқартып аламын. Сосын оқтаумен осылай қамырымызды айналдыра отыра жаямыз. Оқтаумен жайғанда да тек қана шетін басамыз, ортасын қатты басуға болмайды, салмақ салмай жаямыз. Оны сеуіп арасына жабыс қалмау үшін осылай жайып шығамыз. Қамырымызды жайып алдым, жұп-жұқа етіп. Енді екінші қамырымызды дәл осылай жайып аламыз. Бетіне осылай кішкене ұн сеуіп қоямыз. Пиязыма кішкене ғана тұз сеуіп, қолыммен мыжып жұмсартып аламын. Енді майын жағып аламын. Майын қасықпен осылай құйып шығамын. Жақсылап біркелкі тегіс жағамыз. Қамырды бір-біріне, жайып алған қамырымды бір-біріне беттестіремін. Майы түгел жағылуы керек. Майы түгел жағылса, қамырымыз да күшті болып, қатпарлы болып шығады. Неге түгел осылай тимей алған жерлеріне май тигіземіз. Жайып алған екінші қамырымды үстінен осылай жаямын. Енді майын құямын. Майын түгел жағып шығамыз. Енді бір-біріне осылай беттестіремін қамырды. Майы түгел тию үшін. Енді турап алған пиязымызды осылай сеуіп шығамыз. Енді қазір ұзынша етіп осылай кесіп аламыз. Енді шетінен бастап ораймыз, бір қолымызбен тартып отырамыз, қатты болу үшін. Мен екеуін осылай орадым, кішкентай болып қалғандықтан. Осылай тартып отырып ораймыз.
Бәрін осылай істеп шығамыз. Міне істеп алдық. Енді оның екі шетін жабамыз. Майы мен пиязы шығып кетпеуі керек. Екі жағын жауып, үстінен қолымызбен басып, міне мынаусы кішілеу. Енді пакетке салып, морозильникке жарты сағатқа қалдырамыз. Енді ұнымызды сеуіп, күлшелерімізді жайып шығамыз. Үстінен де себеміз. Ұнды сеппесеңіздер, оқтауыңызға жабысып қалады. Жайлап, қатты баспай, жайлап отырып жаямыз. Қатты басуға болмайды, өйткені майы мен пиязы бар арасында. Шығып кетуі мүмкін. Не осылай жайлап жаямыз. Дөңгелек етіп жайып аламыз. Не жайып алдым. Енді табамды қыздырамын. Табамның астын бірінші отын қатты қоямын. Қыздырып алғаннан кейін астын басып, жай отқа май құйып, екі жағын 10-10 минуттан пісіріп аламын. Не екінші жағы, табанның бетін жауып қойсаңыздар, ісіп әдемі болып шығады. Барлығын осылай пісіріп аламын. Пияз қосылған қаттама наным пісті. Қат барылып күшті шыққан. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Тағы да басқа видеоларды жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.